береді, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Бағанағы сол туға деген бір әсер сағыныш қалған ғой. 22 ақпан күні 93 жылы Қорғастың шекарасын өтіп жатырмын. Жанымда Қалдыбек деген жігіт бар. Зере деген қызымды жетектеп алғам. Ол кезде Қорғаста кішкентай ғана шифр үй, кеден үйі. Шифр үйдің төбесінде бір 2 шаршы метр мекен, 3 шаршы метр мекен, сондай ғана ту желбіреп тұрды, күн желеді, желеміп бар еді. Ту тарс етіп, лап етіп. Бұрынғы сөзмен айтқанда ту дүрілдеп, өсті дауыс шығарып тұрды. Туға қарап тұрып, көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың ата жұртына жете алмай көзінің мөлдірегені деген бір шумақ келді. Көзімнен лап ете түсті. Алмас Ахметбекұлы 1961 жылы Қытай Халық Республикасында туған. Дауыс ширығу деп аталатын өлең кітаптары жарық көрген. Атамекен, біздің жерде алтын бар, нөсер деген ұжымдық жинақтарға енген. Қытай Халық Республикасының өлкілік сыйлығын алған. Ол Жұмекендердің 1-2 шумақ өлеңінен бастап дастандарына дейін жатқа біліп өскендіктен де өзінің поэзиясын алдыңғы ағасы Серік Қапшықбай сияқты емеурінмен жеткізуге барлық ақындық қуатын салған. Ашық айту поэзияның міндеті емес. Сезіндіру, тебірендіру, ойландыру. Отыннан түнгі жасынның жанына түскен секеммен, алыстап бара жатырмын осынау туған мекеннен. Айналып дала мұңына, көлкіген сағым тарайды, алаңдап албырт ұлыңа, тауларым ұзақ қарайды. Сонау бір шетте мәңгіге, топырақтарын жамылып тағдыры талай әңгіме, қарттарым қалдау қамығып. Суылдаса шилері, азынай соққан желменен, әуені қандай мұңлы еді, тегінде қалай білмегем. Шақырсам сәби есімін, қызыққа толы дүбірлі, желпінтіп тұлым кекілін, балалық шағым жүгірді. Адасып мұнда қалам деп, көңілге күдік сақтамай, балалық шағым тоңпаңдап, жет алмай келе жатқан ай. Сөшіге қарайтын Қоғық дейтін аудан бар. Сол ауданның орталығында тудым. Өрге дейді. Менің есімде таза қазақы ауыл қалды. Ауылымызда аздап басқа ұлт өкілдері болатын. Сондай ауылды естік. Менің есімде қалғандары тай мінгеніміз, тай үйреткеніміз. Ауылымызда мәсен Рамазан деген Мұхаммед Сәкидің ұлы болушы еді, бізден 3-4 жас үлкен. Қандай асау таймен құнанды 1-2 сағат мінгенде жуастып, қақпайлап алып келетін. Балаларға сосын мінеді балалар. Ана Рамазан мінбей тұрып, балалар мінбейді. Өйткені тайдан жалып бірдеңе болып қалуы мүмкін. Тай үйрететін, тайын мінетін, аса үйрететін, бие байлайтын, түйе байлайтын, осындай ауылды естік.
Ақындыққа алғаш әкесі баулыды. Алаш алыптарының өлеңдерін жатқа оқитын әке, ұлының бойынан ұлттың зиялы азаматтарының қасиетін көргісі келді. Әкем алғашқы өлеңді соғыс жазып берді. Екінші класс оқып жүргенде мекен, үшінші класс оқып жүргенде мекен, ол кезде Қытайдың мәдениет революциясы деген үлкен төңкеріс жүріп жатқан кез, бұл 71-ші жылы болу керек. Соны жазып отырғанда әкем қарап, алдынан бүйтейік, мынаны сөйтейік деп, бір 2 шумақ өлең жасап берді. 4 тұрман, түгел, 11 буын, 4 буын ұйқасқан, сондай өлең болып шықты. Сосын осы 2 шумақ өлеңді апарып, өзім жаздым деп мұғалімге айтып. Мұғалімге барып өзім жаздым дедім. Сосын менің өлең жаңағы өлшемге толымды өлең болды, мақтады бәрі. Сосын өзің жаздың ба, әкең жазып бердім бе дейді, жоқ өзім жаздым дейсің ғой енді. 7 жастағы бала ақын жүрегіне шемен болып қатқан осы оқиғаны өмір бойы ұмыта алмады. Көрген қиянаттың ащы дәмі әлі күнге таңдайында тұр. 68-ші жылы менің 7 жастағы кезімде әкем Қытай мемлекетінде жүрген үлкен қызыл репрессия болды. Сол репрессияға ұшырады. Өндіріске түсірілген кадр ретінде, мемлекеттік қызметкер ретінде жұмыс істеп жүреді. Бұл тап жауы, бұл қазақтарды бастап Совет одағына қашатын 68-ші жылға шетке қашу тобын құрды. Соның тіректі атаманның бірі болды деп. Қасен, Абылқақ, Ахметбек мен әкем. Осы бір топ кісіні бірден сот жоқ, іштеме жоқ, ол кезде прокуратура деген жоқ. Әншейін халық айқайлайды да ортаға алып шығып, байлап қойып сағай береді болды. Сол сабапты. Сабаған жерде ол кісі сыр бермеген көрінеді. Соның арқасын шешіп көрсетті шешеме. Менен гөрі денесі ірі үлкен кісі еді. Арқасында білеу қамшының ізлері түсіп қапты. Сосын тынысының жиілеп қалғанын байқадым. Жылағаны болу керек. Сол сәт есімде қапты. Кейін ол кісі сол репрессиядан кейін денсаулығы қатты бұзылды. Содан бар, бұл 68-ші жыл, 77-ші жыл қайтыс болды. Бір ән өлең арнайын анама мен. Ән арнаған сияқты далама кен. Шетсіз байтақ даламды шексіз сүйдім, сүтпен біткен махаббат санаменен. Теңесетін сөз тауып даламенен. Бір ән өлең арнайын анама мен. Бір ән өлең арнайын мен анама. Көтерілген күн сынды жаңа ғана. Күнде ыстық махаббат мейірімді тарататын ғаламға ана ғана. Көтерілген күн сынды жаңа ғана. Бір ән өлең арнайын мен анама. Бір ән өлең арнайын анама мен. Терең теңіз тұңғиық мағана мен. Елжіреген жүзіңнен көрінеді ау. Еміренген жүрегің бала деген. Тұнық өзен тұңғиық сана менен. Арнайыншы анажан саған өлең. Ақын тез есейді. Алдына үлкен мақсаттар қойды. Жан жақты және жақсы маман болуға бар күш-жүгерін жұмсады. Жеке романтикалық өмір дейтін мәселені ден көрі, жаңағы әкем қайтыс болған, отбасын үлкен әулетті сүйреп шығу керек дейтін бір сезімдер болды дағы. Сол жағына көбірек мән бердім, және мықты оқып, мықты кадр болу деген мәселені алдағы қойдым. Мықты ақын болу керек деген мәселені алдағы қойдым. Машық ретінде күніне бір кемінде 10-15 шумақ өлең жазатынмын. Өлеңді жазу үшін емес, жаңағы машық үшін. Осы өлең болады деп емес. Болмаса қойсын деп жазылатын өлеңдер көп болды. Бір осындай ұзынша қағаздан тігіп алған дәптерім болды. Қалыңдығы енді бір 2 сантиметр шығар. Соны институтта оқығанша сол өлеңге толтырып болдым.
бірақ соның ішінен бір өлең алғам жоқ. Көп өлең арналған жаңағы қыздардың ішінде, студент қыздардың ішінде менің осы күндегі жеңгелерім бар еді. Соған екінші курс оқып жүргенде отырыста өлең арнап жатырмын ғой, бірнеше қызда оған емес, бір топ қыздарға. Соның ішінде аты Жеміс гүл жеңгелеріңнің. Жеміс дегенде жегісі келмес қай жанның, жетелегендей өлеңге ақтамағыңнан айналдым. Гүлдесе гүлсің тымасем, кететін шағың тағылып, қай жігіт күтіп тұр екен маңдайынан жарылып. Деп өлең арнаппын. Сол күтіп тұрған жігіт өзіміз болдық. 3 қызым, 1 ұлым бар. 2 қызым ұзаттым. Үлкен қызым 3 жиенім бар. Оның кейінгі 2 қыздарым Құрманғазы консерваториясын қызыл дипломмен бітірді. Егіздің Сыңар Зыңқар деген қыз, скрипкашы қыз, мақта. Көп халықаралық конкурстардың жүлдегері. Оның кейінгі ұлым биыл 11-ші класс бітіреді. Бірақ ең бақытты күнін ақын күні бүгінге дейін ерекше тебіреніспен еске алады. Және бұл бақытты күнді Алмас Ахметбекұлы үшін енді ештеңе алмастыра алмайды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан енді шексіз қуандық. Тіпті Қазақстанның рәміздер қабылдайтын күні 92 жылы 22 мамырда Чаушек 8 километр дедім ғой, Чаушектен Қазақстан телевизоры еркін шығады. О жақта пал жүйесі дағы, о кездегі Кеңес одағының таратылымы секам жүйесі. Басқа түрлі телевизордар Кеңес одағының таратқан сигналын түрлі түсті қабылдай алмайды. Исмайыр деген бір қазақтан туған, тегі дүнгендігі бар жігіт бар еді, қазақы жігіт енді. Шешесі Мақаншыда үйіне бомба түсіп, содан аман шыққан қыз екен, содан туған енді. Қазақы ғана соғып тұрған жігіт. Сол жігіттің телевизоры ғана секам жүйесін түрлі түсті қабылдайтын. Бір топ азаматтар сол тудың қабылдағанын тікелей эфирден көрейік, түрлі түсті көрейік деп. Сол Исмайырдың үйіне жиналдық. Алдыменен елтаңбаны таныстырды. Керемет үлкен елтаңба жасалған. Сосын туды шеті шілтерленген, шашақталған, әдемі қолдан жасалған нұсқасын үлкен қып төгілтіп алып келді. Содан бәріміз жаңағы көз жасымыз керек беріп, ағыл тегіл отырмыз. Исмайыр деген жаңағы бір тегі дүнген дедім ғой, сол алдыға таман отырған, көзейнегін алып қойып отыр. Қараса қолда жылап отыр екен. Соңын тыныш отырамыз ба, құрдас болғасын қазыңдаймыз. Дүнгеннің туы шығып жатқан жоқ, неменеге жылайсың? Қазақтың туы ғой деп. Сөйтсек айтады. Жарайды, қалжыңдарымды қабылдадым. Бірақ шешем қайтыс болып кетті ғой дейді. Шешем өмір бақи мына Мақаншыны, қатын суды сағынып өтіп еді. Мынау тәуелсіздіктен кейін баратын еді ғой дейді. Ағайын, кімсің десең, оралманбыз. Ерінен адасқан тай секілді бірақ мылтық боранда жоғалғанбыз. Көкірегі тіреліп көк найзаға малмен жаннан 1000 мәрте тонылғанбыз. Ағайын, кімсің десең қызыл қанбыз. Иілмеген бастарын қылыш кесіп руымен ұшып қырылғанбыз. Бір қайырылып соғатын күнді күтіп, түйе құлап, жүк ауып шұбырғанбыз. Ағайын, кімсің деме? Ақтабанбыз, ері мылтық қатыны бесік алып, Памир Алтай әлпіні таптағанбыз. Туған жердің бір шымшым топырағын алтын сандық түбінде сақтағанбыз. Кімсің десең ағайын, қарарманбыз. Ұстараның жүндей бұл дүниеде 1000 түңіліп, 1000 мәрте оңалғанбыз. Қарғыбауға мойнын ұсынбаған, қабағына кек қатқан көгарланбыз. Ағайын, кімсің десең, оралманбыз. Көк туына тамызып көздің жасын сағынышын сарыққа мол арманбыз. Қазақстан бір жаным садағаң деп жас отанға жармаса оралғанбыз. Кімсің десең ағайын, қарарманбыз. Кімсің десең ағайын, көгарланбыз.
Мен 93 келдім, келіп Талғар ауданындағы мына Тұздыбастау деген ауылға, сол жердегі бір жаңа келіншегімнің бөледерінің ауылына келіп, солардың уақыттық пременка дейді ғой, сонда үйінде тұрдым. Жанында мектеп бар еді. Сол мектепте жұмыс бастадым. Пионер вожатыйға көмекші болып. Сонан кейін 94-тің басында Жас ағаш газетіне бардым. Жас ағаш газетіне барғанда Ғалым Тыныбаев деген кісі ертіп барды. Ертіп барып, мына жігіт үлкен ақын, журналист, жаңағы газеттеріңе жаңа дүние келеді, газетке жұмыс қалмайсыңдар ма деген әңгіме айтты. Содан ары қарай Қазақстандағы журналистикадағы жұмысымыз басталды. Келгеннен кейін бұның бір ең ерекше айтатын азаматтық ісі, ол мынау Қазақстанның көші-қон заңының қабылдануына үлкен үлес қосты. Әрине сол көші-қон заңын қорғап бірнеше рет мәжілістің алдында, бірнеше рет сенаттың алдында жалпы 42 рет өтіпті. Міне соның бәрін дәлелдеу оңай болған жоқ. Заң жобасын бүкіл халықтық талқылауға ұсынған кезде осы заң жобасы өтті. Сонда қанша дегенмен ақын ғой. Сондағы Алмастың жүрегімен тебірентіп оқыған өлеңі біздің заң жобамыздың әнұранындай болып кетті. Ол бәрімізге бүгінде белгілі көк тудың желбірегені. Музыкасын жазған Ермұрат Зейіпхан деген біздің менің досым, Алмастың да бәріміздің досымыз, жақсы көретін үлкен жүректі азамат. Қазір бұл ән Алмастың шеңберінен, Ермұраттың шеңберінен шығып, бұл халықтық әнге айналып кетті. Көк тудың желбірегені, бақыттың елжірегені, қайырда қайран қазақтың көзінің мөлдірегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Аласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Шетелдегі қазақтардың балаларын осы Атамекенде оқыту мәселесіне үлкен түрткі болған, соған мұрындық болған. Қиын шақтар болды. Әсіресе міне сол 97-98 жылдар. Міне сонда Алмас бір ұсыныс берді. 1000 шеттен келген ағайынның Қазақстанға келіп тұрып оқуға мүмкіндігі болмай тұрған шақта осындай бір ұсыныс берген кезінде мен депутаттық сауал жолдап өкіметке, сол өкімет арқылы сол балалардың жартысының Қазақстанда қалып оқуына мүмкіндік жасадық. Оның өмірдегі ең үлкен кредосы жауапкершілік. Ол отан алдындағы, отбасы алдындағы және өнер алдындағы жауапкершілігін ешқашан ұмытқан емес. Өлеңге деген жауапкершілік, өзіңе деген жауапкершілік. Мына мен жазған өлеңім өте көп, бірақ баспаға беруге ешқашан асықпайтын кісімін. Марқагүл мен Маңғыстаудың арасы деген бір өлеңді жазғаныма 4 жыл болды, әлі баспаға бергем жоқ. Өйткені ортасына бір 3 шумақ өлең керек, сол 3 шумақты келтіре алмай жүрмін. Ортасына керек бір 3 шумақ. Лай оқып берейін, қызық болсын. Марқагүл мен Маңғыстаудың арасы сайгүлікті қосарлап мен тартып бер. Айлық сапар қазақтың кең даласы, артта қалар алтай сауыр барқыт бел. Бағытыңда батыс беті қазақтың, көкте күнмен құс жарысып барады. Түстігіңде құмаралы созақтың, теріскейің арқаның кер самалы. Керуен бұлттар балқаш жақтан қалқыған,
қара жерді бір жібітпей тарамас. Ай бойына ат тұяғы қаршыған, буырыл құм алтын мен мыс аралас. Марқакөлге түскендегін шуағы Маңғыстауда таң шолпаны туады. Түн бояуын майдағымға ұйыған, рауандаған таң сәулесі жуады. Сарыарқадан асып түскен алтын күн қараңғыны қаптауына қуады. Жеменей су жайсаң көлге құяды. Жеменей жұрт Маңғыстауда тұрады. Маңғыстаудың маң-маң құмы ысыды, Каспийге түс самалға өр бетіңді. Шығыстағы жайсаң көлдің пішімі картадағы Каспий теңіз секілді. Құшағымда қышқыл суы Каспийдің майда толқын мамық тиіп төсіме, жолдасыма баласы деп жақсыйдың, сауыр жайлы жыр оқимын көсіле. Бабақанның немересі шежіре, ғасырларға кезіп кетер қиялы, әңгімеге тарта түсір менде жауап қойып телефон ұялы. Түйілісіп қастарының арасы, шоқтай жанып көздерінің қарасы, сағымданған Сарыарқадан арасып Сауыртауда қалықтайды санасы. Сауыртауда буыл өзен жеменей, қалың орман жасыл бақыт жағасы, Маңғыстауда өсіп өнген ерегей жеменей қарт, бір тайпелдің бабасы. Қандай дарқан, қандай байтақ, қандай кең, біздің тұтас жерімізге қарашы, біздің тұтас тегімізге қарашы. Алтай Саурадай күйге жаңғырып, Маңғыстауда абай сөзін ән қылып, жаны тұтас, жалғыз тілді жалғыз ұлт, қазақ жері, қазақ елі мәңгілік. Марқакөлге түскендегін шуағы, Маңғыстауда таң шолпаны туады. Өлеңнің бірінші мақсаты көркем болу. Менің ойымша, көркемдік өлеңнің оңай оқылуында, оққан кісіге сондай оңай жазылғандай болып тұрса, ол өлең. Алмас аз жазғанмен таза жазады. Тіпті қарабайырлау тақырыпқа арнаған жеке өлеңдерінің өзінде тазалық бар. Осы бір тазалық оның поэзиясының жүзін алмастай жарқыратып тұратын мінез деп есептеймін. Қасиетті атамекеннің топырағын, бір шымшым топырағын жеткізе білген, бүгінгі жастарға өзіндік әуенін, үнін жеткізе білген Алмастың поэзиясы, ол өмірлік поэзия десем, артық айтқандық емес. Біз Қазақстанда өмір сүруіміз керек. Осы қазақ мемлекетінің мемлекет болуына, оның ұлттық мемлекет болуына, оның кемелді мемлекет болуына баламыздың тағдырымен мүдделі болуымыз керек. Немереміздің тағдырымен мүдделі болуымыз керек. Бұдан кейін келетін 77 ұрпағымыздың тағдырымен осы елдің ел болатынына мүдделі болсақ, сонда ғана ұлт боламыз, ел боламыз. Мекені деп бабамның, мекені деп батырдың. Бір шетінен даламның боздап келе жатырмын. Сәлем ата мекенім көп сағынған бұл дала. Қайбір сәтте жетемін деуші маймондана. Не көрейін өзімді, жеткеніме мен саған. Ұрттап тылсым сезімді, әлсін әлі тамсанам. Толғанысым қаншама ата мекен сендегі. Шетте ғасыр болсам да бір күніңе тең